Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін керемет осындай тұмау кезде таптырмас көженің бірі, яғни құрттан жасалынатын көженің рецептімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп өтіңіздер. Көжемізге қажетті заттар: осындай жарты кесе жуылған күріш, және де осындай май айында жасалынған қатты құрт қажет. Және де 2 ас қасық ұн, дәміне қарай тұз қосамыз. Ал ендеше көжемізді жасауға кірісейік. Қазанымызға жылырақ су құйып, үстіне жуылған күрішімізді саламыз. Күрішіміз піскенше қайнатып аламыз. Бір ыдыс алып, үстіне саламыз. Яғни құртымызды бір рет шайып жібереміз. Суымызды төгіп, қайтадан жылы су құйып жасаймыз. Суымызды бір шайып алдық. Енді үстіне жылы су құямыз. Қатты ыстық су болмайды, себебі құртымыз іртік-іртік болып қалады, яғни үсіп қалады. Сол үшін осылай жылы сумен жасаймыз. Достар, мен өзімнің отбасыма жасағандықтан қолыммен езіп жасаймын. Неге қолғап кимедіңіз, тазалыққа жатпайды ғой деп айтпаңыздар. Егер сіздер жасайтын болсаңыздар, қолдарыңызға перчатка киіп жасай берсеңіздер болады. Осылай жақсылап құртымызды айналдырып еземіз. Яғни суымыз қоюланғанша еземіз. Мінекей құртымызды осылай езіп жатырық. Суымыз кішкене қоюланып жатыр. Бұрындары бала кезімізде анамыз осылай жасап беруші еді бізге. Яғни бұл ескірген, көнерген тағам қазіргі таңда қолданыста өте аз. Жақсылап еземіз осылай. Тағы да құртымызды жақсылап езіп алдық. Мінекей суымыз осылай қоюланып шықты. Енді күрішіміздің үстіне құямыз қазір. Күрішіміз қайнап жатыр. Пісейін деп қалды. Осылай пісейін деп қалған кезде жаңағы құртымыздың суын құямыз. Қайнап тұрып үстінен құямыз. Құртымыздың үстіне тағы да бір кесе жылы су құйып, тағы да езіп аламыз қолымыздың көмегімен. Яғни көжеміздің қою болу үшін тағы да құртымызды езіп құямыз. Сонда дәмі өте әдемі, керемет болып шығады. Осылай құртты езіп жасаған көже өте дәмді болады. Себебі құртымыздың құрамында тұз бар. Яғни сол тұз ауруға ем екен. Бұрындары ата-бабаларымыз соны біліп, осылай көже жасап ішетін болған. Бар күшін салып, қолдарына күміс сақинаны салып жасайтын болған. Енді менде жоқ болғандықтан барынша қолына келгенше жасап жатырмын. Ал екінші мәртеде құртымызды езіп алдық. Мінекей суы қою әдемі болып шықты. Бұрын бала кезімізде анамыз, әжеміз осындай қыстың күні қатты қыс болған кезде, ол кезде құрттарды, яғни көбірек болушы еді, қапқа сақтайтын. Сол кезде осылай құрттарды әкеп, ол кезде от жағатымыз ауылда, пешкінің жанына барлығымыз жиылып, анамыздың, әжеміздің алдында отырып, осындай құрттың езбесін ішуші едік. Қазір өте кем жасалуы бұл тағамның, сіздерге пайдалы болсын деп түсіріп жатырмын. Енді дайын болған құртымыздың суын жаңағы қайнап жатқан көжеміздің үстіне тағы да құямыз. 2 ас қасық ұнымыздың үстіне жылы су құйып, жақсылап араластырамыз. Іртігі болмауы қажет. Осылай жақсылап араластырып аласыздар.
Енді қайнап жатқан көжеміздің үстіне құямыз. Сонда көжеміз қою болып шығады. Құрт көжеміз дайын болды, достар. Мінекей мен бетіне дүкеннің сары майын қолдандым. Егер де сіздерде қолдың сары майы болса, өте керемет болады. Негізі қолдың сары майы қосқан жөн. Менде болмағандықтан осылай дүкеннің сары майын қолдандым. Көжемізді қараңыздар, керемет болып шыққан. Бұл көженің пайдасы өте зор. Яғни осындай дәл қыстың күні суық тиген уақытта, асқазан ішек жолдары ауырған уақытта осы көжені ішсе таптырмас ем болып табылады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Сіздермен болған Қаламқас. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналым ұнап жатса, видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Себебі менде күнделікті керемет рецепттер шығады.